Сондықтан да өздеріңіз байқасаңыздар, қазір бірден кенеттен қайтыс болып кетті деп жатқан, кеше міне өзімізде күні кеше неше жыл осы өзім Сарыағаш қаласында тұрамын. Бір таныс қызымыз бар еді. Енді өзіміз кішкене район болғаннан кейін аудан орталық болғасын жаңағы танимыз да көбісін. Сол кісі неге пенсияға, зейнеткерлікке енді шыққан еді, выплатной центрда істеген, өте жақсы керемет жан еді. Жатқан жер жайлы болсын. Сол кісі міне кенеттен пенсияның несін, зейнеткерліктің пейнетінің несін, зейнетін дей ма, көре алмай кетті да. Бірден аяқ астынан жаңа тексерілген, барып сөйтіп жаңағыдай өтіп кеткен, онкология 4-ші стадия. Қанша күресті, 4 айдан бері күресті, өмір сүргісі келді да, бірақ бар өмірін сол жұмысқа бағыштағанда, жұмыста жақсы көрсеткіштерге ие болды. Таң атқаннан күн батқа дейін сол жұмысқа өзінің өмірінің бір 80%-ын арнаған кісі болып табылды да. Енді баласы, перзенттері бар, бір қыз бір баласы, бірақ жаңағы жұмыс деп қазір міне пенсияға шығып, енді рахатын көріп, немерелермен бірге үлкен көптеген жоспарлары бар еді құрып жатқан, соның бәрі зая кетті да. Соны айтайын дегенім, бізде қазір көп адамдарда осы түсінік болмай жатыр да. Өмірдің мәні осы екен, жаңағыдай беріліп, өкіметке жұмыс жасап, содан біз неге пенсияға шықсақ, біз сол рахатын көреміз дейді, бірақ ондай нәрсе болып жатқан жоқ та. Сол именно қазір мен өзім былай анализ жасап, қарап отырсам, көптеген кісілер сол пенсияның рахатын көріп жатқан жоқ та. Даже пенсияға шығып, әлі де өмір сүріп жатқан адамдардың өмір сапасы өздерінің ойындағыдай болып жатқан жоқ та. Сонда былай қарап тұрсақ, мысалы, мен өзім де кезінде сонда госструктурада жұмыс жасадым да. Мысалы, 32, қазір 40 жылдай болды менің еңбек өтілімді, стажым. Сол кезде мен сол мектепте істедім, сосын тағы да былайша частный нелерде істедім ғой, кәсіптерде істедім. Сол кезде мен түсінік келді да. И бір күнде заявление жазып шығып кеткен ғой мен мектептен. Себебі мектепте мен жаман істедім деп айта алмаймын, бірақ жұмыстан кеткен кезде бірден шешім қабылдадым да. Бірақ ол кезде менде МЭЦ деген программа болған жоқ, осыдан 7-8 жыл бұрын да. Бірақ бір ішімде бір түсінік пайда болды да, что мен өзіме керек қажет жолда жүрген жоқпын деп та. Себебі мен анализ жасап қараған кезде өмірімнің сонда, ол кезде бізде суббота, воскресенье емес еді демалыс, тек демалыс воскресенье күн болатын, жексенбі күні. Былай қарап тұрсам, сонда мен 7 күн болса, 7 күннің 6 күнін азаннан кешке дейін жұмыста өткізем да. Бір жексенбімде, білесіздер ғой, әйел адам болған екен үйдің тірлігі, бір апталық тамақ істейміз, бір апталық жиналып қалған кірлерді жуамыз, одан жаңағы қонақ шақыратынымыз бар дегенде қарасақ, өзімізге ешқандай уақыт қалмайды екен да, өзіміз үшін өмір сүруге. Сондықтан мен сол кезде сондай дұрыс шешім қабылдаймын деп өзім өкінбеймін қазірше. Сол дұрыс шешім қабылдап, жаңағы өзімен жұмыс жасайын деп, өзім көңілдегі жұмысыма ауысып, қазір сонымен керемет, қиналмастан, көп уақытымды өзім отбасыма арнап, бос уақытым көбейді деген сияқты сондай неге түстім да, системаға. Ал енді міне былтырдан бастап осы МЭЦ программасы келген кезде мен өте қуандым. Не деген керемет бізге қолымызға жаңағы құны керемет, неме жаңағы ешқандай ақшамен бағаланбайтын бізге құнды информация келді ғой деп мен қуанғанмын да. Сондықтан да жаңағыдай бұл жерде не істеу керек деген сұрақ туындауы мүмкін да. Сондықтан да МЭЦ программаларын бізде қолдану қажет деп айтар едім мен. Бұл жерде бізге барлық программаларда 45 герцтен жоғары программалар біздің вибрациямызды көтереді екен. Вибрация көтерілген екен, бізде өмір сүру сапасы жақсарады екен. Және де денсаулығымыз жақсарады. И тамаша өмір сүру мүмкіндігі пайда болады екен осы программалардың тыңдау арқылы да.
Сондықтан бұл жерде әр бөлімде өзінің жаңағыдай мықты программалармен бекітілген. Бұл жерде Нобель премиясын алған программалар бар. Бәрі де зерделенген, зерттелген, дұрыс бағытқа қойылған. Біз мысалы ойлайды екенбіз да, өмір деген, кішкентай кезімізде біз ойладық қой, өмір деген осындай ұзақ болып кете береді екен деп. Ал қазір уже есейген кезде өмір деген бір сәт екен да, бүйтіп зу етіп өтеді де кетеді екен да. Мен өзімде таңға отырмын да, қазір міне 60 жаста алқымдап отырмыз ғой. Былай қарасақ, ойланып қарасақ, 60 жыл деген зу өтіп кеткен екен ғой. Біз ойлап жүрген екенбіз, әлі бәрі алда, мен әлі мынаны істеймін, жаңағы көптеген өзімізге нелер қояды екенбіз да, мақсаттар. Бірақ сол мақсаттарымыздың көбісі орындалмай, жаңағыдай уақыт өткен сайын оның бәрі ескіре береді екен. Сондықтан да здесь и сейчас дейді ғой. Қазіргі біздің өмір сүріп жатқан кезегіміз здесь и сейчас, бүгін и қазір өмір сүруіміз керек екен да. Болды, бізде уже ешқандай не жоқ бізде. Қазір міне не келді, соны пайдаланып, сонымен қадамымыз бірге болып отыру керек екен да. Сондықтан осы программаға келдіңіздер ма, қадамдарыңыз МЭЦ программасымен бірдей жүру керек екен. Ол кейін тыңдай саламын, кейін бұны көріп аламын деп бетін жауып қоя салу, ол өте үлкен қателік екен деп есептеймін. Қазір міне осы МЭЦ программасымен жұмыс жасағалы бері жаңағыдай әрбір кезеңді босқа өткізгім келмейді да. Әр кезеңде осы программадан аларымды алып, соның нәтижесін көруге асығамын. Басқаша түсініктер келіп жатыр. Және де қазір мынау кезең деп жатыр ғой, барлық жерде қазір интернетте қай неге кірсеңіздер де жоғарғы энергия өткізгіштері деп жатыр. Ол деген не? Ол деген қазір біздің планетамызға келетін ең қуатты ағындар қазір біз арқылы өтіп жатыр екен да. Осы мысалы энергия әлемінің тілі деп отырмыз ғой. Сіздер қазір осы неде отырсыздар, осы каналда. Қазір біз сол қуатты ағым энергияның дәл біздер арқылы өтіп жатыр екен да. Себебі қазір денелеріңіз өте терең қайта құрылудан өтіп жатыр екен. Сондықтан да оны қалай сезесіздер? Оны мысалы осында байқап отырсаңыздар, бойыңызда діріл билеп кетеді бір кездерде. Мазасыздық орнайды екен. Немесе бірде ысып кетесіз, бірде тоңып кетесіз, сондай күй кешіп жүресіз да. Және де жүрегіңіз бірде жиі соғып кетеді, бірде тоқтап қалғандай сәттер болады да. Ұйқы бұзылып кетуі мүмкін, сосын тәбетіңіз жоғалып кетуі мүмкін. Ал кейде дейді, кенеттен қатты ашығып кетуіңіздер, ашығып кету сезімі де пайда болады екен да. Сондықтан және де эмоциялар кенеттен және ескертусіз сыртқа шығады екен. Сіз оны контроль жасамай қаласыз эмоцияны. Біз бұрыншы ойлайтын едік қой, біз эмоцияны контроль жасай аламыз, ашуды, ызаны өзіміз контроль жасап шығара аламыз деп. Жоқ, қазіргі жағдайда эмоцияларда кенеттен ескертусіз шығып кетіп жатқан жағдайлар болып жатыр да. Сондықтан да және де ескі біздің бағдарламаларымыз тікелей денеде де жанып жатыр да. Прям жанып кетіп жатыр. Оны түсінгендер түсінеді, түсінбегендер бұл не болып жатыр деп жаңағыда үрейленуі мүмкін да. Сондықтан да біздің клеткаларымыз осы МЭЦ программасын тыңдаған кезде сіздердің 12 системаңызда жазылып қалған ескі программа бағдарламалар бар. Сіздерге қажеті жоқ. Сіздерді наоборот блокқа тығатын, сіздердің өмір сүру сапасын қысқартатын, бір түсініксіз жағдайларға әкелетін, сол кабута бір болото дейді ғой, бір батпақтың ішіне тұрып қалған сияқты состоянияның бәрін осы ескі бағдарламаларды осы нелер арқылы жаңағы келіп жатқан энергиялар жояды екен. Және де солардың жанып жатқанын сіздер сезеді екенсіздер. Және де осыдан келіп біз мынадай не жасаймыз, жаңағы не дейді, выводты шешім болады ма? Осындай қуатты физикалық дейді ғой, реакциялар туындайды екен біздің организмімізде.
сіздер ойлауыңыз мүмкін, мен ауырып жатырмын, менде бір ауру басталайын деп жатыр деп ойлап қорқуларыңыз мүмкін да. Бұл ешқандай сіздер ауырып жүрген жоқсыздар, сіздер қайта құрылып жатырсыздар да. Сонда солай түсініңіздер да. Мен қайтадан құрылып, ескі бағдарламалардан, маған керек емес бағдарламадан құтылып жатырмын, тазаланып жатырмын деп түсіну керек екен да. Сол кезде бар ғой, осы қуат көзі келген кезде сіздер бір мезетте антенна или және де бір мезетте трансформатор болады екенсіздер да. Трансформатор деген жаңа сапалы өмірге өту деген, өзіңізді сапалы өмірге алып шығару деген. 100% трансформациядан өтеді екенсіздер. Кәдімгі не бар ғой, жаңағы көшелерде, мысалы бізге электр қуаты келу үшін көшенің бір жеріне біраз үйлерге жаңағы жарық көзін беріп тұратын трансформаторлар қойып қояды. Сол сияқты, егер ол трансформаторға қуат көзі келмесе, бізде жаңағы жарық көзі жанбайды. Сол сияқты сіздер де солай түсініңіздер. Сіздерге мынау METS программасы как трансформатор ретінде тұр да. Соған сіздер информация алған кезде сізге сол трансформаторыңызға қуат көзі келеді да. Содан сіз кәдімгідей басқа адам болып шығасыз ғой. Басқа денеңізге басқа қуат келіп, сіздің өмір сүру сапаңыз кәдімгідей өзгеріп кетеді. Сондықтан да сол кезде сіздер трансформация болған кезде өте жоғары жиіліктерді қабылдайсыздар. Жоғары жиіліктерді. Оларды өзіңіз арқылы өткізе отырып жерге бағыттайсыз. Жерге жаңа оны жаңағы